Достар, видео басталмас бұрын сіздерге Казах Channel арнасын ұсынғым келеді. Жақында ғана өз жұмысын бастаған бұл арнадан космос туралы, әлемдегі қызықты фактілер туралы өте жақсы мағлұмат ала аласыз. Сондықтан қызықтырса міндетті түрде тіркеліңіз. Марс күн жүйесінен 4-ші планета. Және үнемі шаңды дауылдар соғып тұратын бұл планетаның температурасы да мәз емес. Күнге қарап тұрған беті -50, -60 градус Цельсийді құраса, қараңғы беті -100 градус Цельсийден асып кетеді. Бір айта кетерлігі, бұл планета күн жүйесінің ең қарты объекттерінің біріне жатады, және дәл осы планета қыртысы жердікіне өте ұқсас. Дәл осы себептен қазіргі таңда әлем таңдаулылары барынша Марсты отарлағысы келеді. Ондай алыптар қатарына сіз бен біз білетін Илон Масктың SpaceX, NASA және Lockheed Martin'дер де бар. Ең алдымен осы алыптардың миссияларымен танысып көрелік. NASA өз миссиясын 2024 жылға қарай жүзеге асыруды көздеуде. Біріншіден, роботтар жіберу арқылы отарлаушылар тұра алатын жатын орын, яғни шағын қалашық жасалынады. Одан кейін отарлаушылар өз жұмыстарын бастап кетеді. Қазірдің өзінде Марсқа аттануға ерік білдірген 200 мыңнан астам адам бар. Lockheed Martin туралы не айтуға болады? Оларда ең алғашқы адамдарын 2028 жылға қарай апаруды жоспарлап отыр. Lockheed Martin өз миссиясын Mars Base Camp программасы арқылы жүзеге асыратын болады. Алғашқыда 6 астронавт осы кампустарда жұмыс істейтін болады. Олармен қоса онда жаңадан марсоходтар мен дрондар апару көзделуде. Өздеріңіз білетін Илон Масктың SpaceX компаниясының миссиясы айтпаса да түсінікті шығар. Оны сіздер өткен бөлімдегі видеоларымыздан көре аласыздар. Ал мына Марс 2117 миссиясы басқалардан өзгеше. Арабтар да Марсты отарлағысы келеді. Олардың жоспары бойынша 2117 жылға қарай онда үлкен қалашық пен 600 мың адам болады. Ең бірінші отарда осылар болмақ. Осы миссиялардың барлығы дерлік Марсты отарлауға бағытталған, яғни жерде түрлі климаттық өзгерістер болып жатқанда басқа планетаны тұруға жарамды ету. Енді осы жерде барлықтарыңыздың көкейіңізде сұрақ туындайтын шығар. Неге осы миллиардтаған долларларды Марсты отарлағанның орнына өзіміздің планетамызды жөндемейді? Шынымен де, осы миллиардтаған долларларды өз планетамызды құтқару үшін жұмсасақ артық болмас еді. Марсты отарлағанның өзінде сол жаққа аттанғысы келетін адамның да үлкен қаражаты болу керек. Онда біз бен сіз сияқтылар бұнда не істейді? Бүкіл Марсқа арналған отарлау шаралары қалтасында миллиондаған доллар бар шен-шекпенділерді құтқаруға арналған сияқты. Жерде аштық, түрлі апаттар орын алып жатқанда көз жұмып қарауға болмайтын сияқты. Бізге таңсық қызыл планетада өмір сүргеннен гөрі өзіміз үйреніп кеткен жазық даламыз 1000 есе артық сияқты. Егер сіз де солай ойласаңыз, видеоның астына міндетті түрде лайк басып кетіңіз және өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сонымен видеомыз соңына жетті. Видео ұнаса сізден лайк, ал бізден жаңа видео күтіңіз. Скавронның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыз.